Қайырлы күн, құрметті оқырмандарым, менің каналыма қош келдіңіздер. Ең алдымен менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қойды ұмытпаңыздар. Бүгін осындай роза пішінде печенье дайындайтын боламыз. Өте дәмді шығады және жасалу жолы да оп-оңай. Менімен бірге жасап көріңіздер. Алдымен жаңғақты тазалап, сыртын осылай блендерге салып, жақсылап майдалап аламыз. Бұл бізге начинкасына керек болады. Енді слоеный тесто магазиндегі самсаның тестасын алып, осылай қатты жұқаламай жайып аламыз. Және ортасына бетіне вареная сгущенка салып, жағамыз жақсылап. Ингредиентін описание бөліміне қалдырып кетемін. Балаларыңыз жегенге де, қонақ күткен кезде де осылай жасасаңыздар болады. Енді үгітілген жаңғақты сеуіп шығамыз. Міне сеуіп болдым. Енді осылай барлығын ораймыз. Рулет сияқты болып шығу керек. Міндетті түрде осылай қамырды жақсылап жабыстырып алу керек. Өйткені піскен кезде ажырап кетеді, жабыстырмаса. Міне енді пышақтың көмегімен осылай табамызға фольга төсеп, үлкен емес, кіші емес, орташа көлемде кесіп табаға саламыз. Турап табаға салып болдым. Қызып тұрған пеште 180 градуста 30 минут пісіріп аламыз. Міне біздің роза пішінді печеньелеріміз дайын. Қатпарлы печенье деп те атайды. Өте дәмді шығады. Осылай жасап көріңіздер. Балаларға да өте қатты ұнайтынына сенімдімін. Міне біреуін жеп көрсетіп жатырмын сіздерге. Іші де піскен, ішіндегі начинкасының да дәмі өте дәмді шықты. Рецепт ұнаған болса, поделицаны басып, WhatsApp желісіне таратып қойларыңызды сұраймын. Сіздермен бірге болған Гүлнұр Темировна.